Армысыздар ардақтағы ағайын, сәлеметсіздер ме, қадірменді теледидар көрермендері. Бүгінгі бағдарламамызда қазақтың дарада дана тұлғасы ойшыл ұлы кемеңгер Абай Құнанбаевтың 180 жылдық мерейтойына арналған бағдарламамызды бастаймыз. Үстіміздегі жыл Абай Құнанбаевтың мерейтойына арналған шаралар республикалық деңгейде ұйымдастырылды. Ұлы ойшылдың өмірі, шығармашылығы, халқына қалдырған қазынасы елімізде жасайтын барлық ұлт өкілдеріне кеңінен насихатталуда. Бүгін Абай Құнанбаевны tavalludi bilan bog'liq kunlar nafaqat Qozog'istonda, nafaqat mintaqada, balki O'zbekistonda ham juda katta bir adabiyot bayrami sifatida, do'stlik bayrami sifatida, ezgulik bayrami sifatida, mehr muhabbat bayrami sifatida mana nishonlanyapti. Har bitta shoir, mutafakkir avvalo o'zini xalqini ori, g'ururi, faxri bo'lib dunyoga keladi-da. Lekin keyinchalik u butun dunyoni bir faxriga, butun dunyoni bir mehrini qozongan bir simoga aylanadi-da. Ana shunday simolardan biri sifatida biz Abay Qunonboyevni hurmat, ehtirom bilan nomlarini aytishimiz mumkin-da. Bugun mana O'zbekistonda Abay hazratlarining kitoblari, hikmatlari har yili yangi kitoblar chiqyapti. Bularni mohiyatida nafaqat qozoq xalqini, balki butun insoniyatni eng yuksak gumanistik g'oyalarga bir targ'ib qiladigan deylik o'lmas bir da'vatlar yotibdi-da. Mana qarang, bir she'rida aytayaptilar-da. Havolansin, qalqsin, yalinchoqdek balqsin, kuylay o'lganda avlodimga so'z qolsin deydi. Yoki yana birida aytadiki, mendek g'arib duch bo'lsa, bo'yin solsin, o'ylansin, qabul ko'rsa so'zimni, kim tanisa shu olsin deyapti. Kim meni tanisa, kim meni ijodimni sevsa, meni so'zlarimdan bir bahramand bo'lsin degan mana juda bir chiroyli g'oyalarni biz bu yerda bir tarannumini ko'rishimiz mumkin. Yoki Abay ijodida o'zbek xalqiga bo'lgan deylik mehrni, Hazrat Navoiy ijodiga, shaxsiyatiga bo'lgan yuksak mehrlarni biz alohida bir ta'kidlashimiz kerak. Bu ham bir qardoshlikda bir mustahkamlashdagi eng muhim omillardan biri. Abay aytadiki, Fuzuli, Shamsi, Sayqali, Navoiy, Sa'di, Firdavsi, Xo'ja, Hofiz bu hammangiz madad bering, qilmangiz osiy deydi. Bitta mashhur o'sha o'zini deylik to'rtliklarida. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi bayram butun xalqlarimizni birlashtiradigan bayram. Biz Abay hazratlarini bugun sevganimiz uchun ham, suyganimiz uchun ham, ularning ijodiga mehrimiz, muhabbatimiz shunchalik yuksak bo'lganligi uchun ham bugun mana ehtiromimizni bildirib turibmiz. Астанамызда өткен 180 жылдық мерейтой Ташкент төрінде орын алған Абай Құнанбаевтың ескерткішіне гүл шоқтарын қоюмен басталды. Өзбекстан Республикасы ұлтаралық қатынастар және шетелдегі отандастар мәселелері бойынша комитеттің, Қазақстанның Өзбекстандағы елшілігінің, Өзбекстан жазушылар одағының, сондай-ақ халықаралық және жергілікті саяси және қоғамдық ұйымдардың өкілдері, ақын жазушылар, қоғам қайраткерлері, студент және оқушы жастар мен бір топ журналистер қатысқан аталмыш шарада кейіпкер жайлы тың деректер айтылып, кемеңгер ақынның өлең жырлары оқылды. Ташкентте үлкен мәдени шара өтіп жатыр. Ол енді Абайдың 180 жылдығына арналып тұр. Бұл тек қана Абай емес, осы екі өзбек қазақ халқының мәдениетінің байланысының көрсеткіші. Осы 175 жылдық кезінде Абайдың музейін әкелгенбіз. Осында көр. Сол міне дәстүр жалғасып, қазір өткен кітаптарын шығардық. Жазушылар одағында қазір үлкен конференция болады. Сол кезде біз мына Абайдың бүткіл шығармашылығының тереңдігін, оның тек қана түркі әлеміне, жалпы адамзат баласындағы мәні қандай екені, соны талқылаймыз. Сонымен бірге осы екі елдің әдебиеті, мәдениетін жалғастыруда кейін қандай шығармалар шығара аламыз. Мысалға, Әлішер Науаидің шығармасын Қазақстанда қалай насихаттауға болады. Сол сияқты Абайдың шығармаларын өзбек тілінде қалай насихаттауға болады. Міне осы тұрғыда үлкен ой бөлісеміз. Осы жолы ана үш анықты жазған Абайдың інісі Шәкәрімнің кітабын осы жердегі өзбек жазушылармен, ғалымдармен бірлесіп, біз осы жерден жарыққа шығардық. Енді бұның барлығы үлкен жақсылық. Бүгін өзі Ташкентте күнде жарқырап тұр. Халықтың қуанышы да күшті. Сондықтан да халықтардың арасындағы байланыс, достық, бұрынғы үлкен туыстық жалғасу үшін мәдениеттің, әдебиеттің орны үлкен, ол ерекше.
Біз соның бәрін жалғастыруға қызмет етуге келдік. Сондықтан қарсы алған өзбек еліне, осы жердің зиялы қауымына, халқына үлкен рахмет. Шығармашылықты одан ары жалғастыра береміз. Адамзаттың абайы деген теңеу беріліп жүрген кейіпкеріміздің мерейтойы Өзбекстан жазушылар одағында да жалғасын тауып жатыр. Оған саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар, сондай-ақ бір топ студент жастар қатысуда. Уақыт өткен сайын түркі тілдес халықтар арасында ұлы даланың данасы, абай шығармашылығына деген қызығушылығы артып, қадірі асқақтауда. Оның бай мәдени мұрасын, өлең жырларындағы пәлсапалық тұжырымдарын, адамзатқа қалдырған үгіт насихатын көптеген ұлттар да мойындауда. 2014-2012 жылдар Абайды естеп, Абайдың еліне, жұртына, Шығыс Қазақстан еліне барып, бір апталап жүріп, Абайды зерттедім. Абайдың замандастары, олардың өтіп кеткен бабалардың естеліктерін жиып, 2015 жылы Абай әлемі деген кітапты өзбек тілінде жазып жарыққа шықтырдым. Мақсадым Абайды өзбек еліне, өзбек тілінде таныстыру болатын. 2019 жылы мынау көріп тұрғаныңыз Абай абадияты деген кітапты, бұны монография десе де болады, шұқыр зерттеп, осы кітапты шығардым. Бұл кітапты сол Абайды шұқыр зерттеп, көп мәліметтерді топтап, өзбек тілінде өзбек оқушыларына жеткізуге әрекет қылдым. Өзбек ағайындар, өзбек профессорлар, өзбек ғалымдар айтып жатыр ки, біз Абай дегенде Абай деп жүрер едік. Болмаса Мұхтар Әуезовтің анау романын оқып, Абай туралында пікіріміз бар еді. Бірақ мынаны оқығаннан кейін Абайдың кім екенін білдік. Оның халық перзент екенін, халыққа жанашыр екендігін, ол қазақ халқы үшін жанашыр екенін білдік. Оның үстіне ол өзінің насихаттарының екінші сөзінде өзбек еліне, өзбек ағайындарға өзінің тілектерін, өзбек ағайындардың тапқырлығын, диқандардың ұсталығын бәрін өзінде сол насихаттарын жазып өткен. Өзбекстанда ақынның өлең жырларын, қара сөздерін өзбек тіліне тәржімалаудың арқасында жергілікті ағайындар да қазақ халқының құнды мұрасын, бай мәдениетін, адамилық қадір қасиетін бұрынғыдан да терең тануда. Etnik xilma-xillik haqida so'z ketganda ta'kidlab o'tish joizki, har bitta millatni o'zini tarixini, urf-odatlari, ma'naviy hayotini ko'zgusi bo'lgan allomalari, siymolari mavjud. Xususan mana bugun qozoq xalqini ma'naviy ko'zgusi hisoblangan shoir va mutafakkir Abay Qononboyevning 180 yilligi munosabati bilan yurtimiz bo'ylab turkum tadbirlar o'tkazib kelinyapti. O'zi umuman aytganda Abay Qononboyevni har yili sana munosabati bilan turkum tadbirlarni o'tkazish an'ana tusiga aylanib ulgurgan. Ayniqsa bu borada so'nggi yillarda Millatlararo Munosabatlar qo'mitasi hamda Qozoq Milliy madaniy markazi bilan birgalikda hamkorlikda bu borada aynan Abayning ijodiy merosini o'rganish, uni keng o'quvchilarga taqdim qilish borasida ko'plab amaliy ishlar amalga oshirilyapti. Va shu nuqtai nazardan 2018 yil 13 martda O'zbekiston Respublikasi prezidentini buyuk qozoq shoiri va mutafakkiri Abay Qononboyevning ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish haqidagi qarorlari bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Va so'nggi yillarda ta'kidlab o'tish joiz, Abay Qononboyevni ijodiy merosini nafaqat o'rganish, balki uni o'zbek tiliga tarjima qilish, aynan Abay ijodiy merosiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar, monografiyalarni, maqolalarni to'plam holiga keltirish, ularni chop qilish va bu boradagi ilmiy ishlarni yuzaga chiqarish, keng jamoatchilikka ma'lum qilish bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirildi va bu doimiy ravishda davom etib kelyapti. Va bu kabi amaliy ishlar bevosita o'zbek va qozoq xalqlarini tarixan davom etib kelayotgan o'zaro do'stlik, hamjihatlik, hamfikrlilik munosabatlarini yanada rivojlantirishga, mustahkamlashga xizmat qiladi. Өзбекстан жазушылар одағында өткен Абай қазақ және өзбек халықтарының сүйікті ақыны атты халықаралық конференцияда ақын жайлы көптеген естеліктер мен пікірлер айтылды. Өнерпаздар мен шығармашыл қауым ақынға арнап ән шырқады. Қазақтың бір туар ақыны Абай атамыз қара сөздің патшасы, әсем ән мен тәтті күй құлақтан кіріп бойдалар, көңілге түрлі ойсалар, әнді сүйсең менше сүй деп Абай атамыз айтып өткен. Әндеріміз сіздер үшін. Айналайын қарағым қара қасың қос иыққа төгілген, қолаң шашың ай қара көз жүрмісің, сау саламат қызыл гүлім
jürmesin Sağ selamat Kızıl Gölüm ay Gündüz aydan ketmeysen Tünde düşte tal boyunda bir minjur Jünün bölek ay kara göz jürmesin Sağ salamat Kızıl Gölüm ay Jünün bölek ay bulbulum jürmesin Sağ salamat Kızıl Gölüm ay Jünün bölek ay bulbulum jürmesin Sağ salamat Kızıl Gölüm ay Hoş geldik mına Tuğuskan, Bауырлас Өзбек еліне, Ташкент шаһарына. Рас мына өте бүгін маңызды шара өтіп жатыр Абайдың 180 жылдығына. Абай жаңа сіз дұрыс айттыңыз, адамзаттың абайы бұл тек қазақтың емес, мына Туысқан қазақ өзбек достығының символы. Өйткені жаңа мен өзім баяндамада айтып өттім. Абай мен Набайдың сабақтастығы енді екеуінің арасында бірнеше ғасыр өтсе де, жалпы олардың жырлаған адамзатты бейбітшілікке, әділетке шақырған сөздері өте ұқсас. Абай шын айтты өзінің алғашқы жас кезіндегі творчествосында шығыс ақындарын еліктеген, шығыс жұлдыздар дейді ғой. Низами, Шахси, Сайхали, Набаи деп соларды ұстаз тұтқан. Олардың үндеулері бір. Сондықтан мынау Абайдың 180 жылдық мерейтойы тек ақындық қана емес, мынау философия, мәдени байланыстар, туысқан өзбек халқына, өзбек жазушылар одағына, өзбек өкіметіне көп рахмет. Өздеріңізде мына құсақ жайып қарсы отырсыздар. Біз мына шетте емес, елде жүрген сияқтымыз. Біз енді анау Астанадан отандастар қорына келіп отырмыз. Өзбекстандағы қазақ диаспора ең ірі диаспоралардың бірі. Өзбекстанда миллионға жуық қазақ тұрса, 600 мыңға жуық өзбек ағайындар Қазақстанда тұрады, негізінен оңтүстік Қазақстанда. Сол мынау біз бөтенге келгендей емессіз, туысқан бір көрші туысқанға келгендей сезініп отырмыз. Осындай шаралар әмсе бола берсін. Жаңағы осы Ташкент қаласының өзінде Абайдың атында көшелері бар, әуезовтің атында деп сол сияқты Астанада да, Алматыда Набай көшесі бар, Астанада ең орталық көшелердің бірінде Набайдың ескерткіші ашылған. Біз өткен сайын есім боламыз. Сондай біздің мына мәдени байланыстарымыз, достығымыз нығая берсін, мәңгілік болсын. Тек осындай жақсы шараларға кездесе берейік. Өзбек халқына рахмет. Бұл жерде қазақтарға жақсы жағдай жасаған, өзінің тілін сақтап отыр, мәдениет сақтап отыр. Байқап отырмын, газет шығып жатыр дегендей. Сол сияқты біз де Қазақстан ретінде, әсіресе оңтүстік облыстарымызда өзбек ағайындардың мектептері бар, олардың да газеттері шығады. Сондықтан енді біз мынау қазақ, өзбек бір-бірімізден де осылай етене жақындасып, бір-бірімізге енді көрші Ташкенттегі міне тиіп тұр шекараға, араласып басып, біріміздің ортақ мұраларымызды сақтап, бірімізге толықтырып, достығымызды жалғастыра бергені дұрыс. Өйткені Орта Азиядағы ең үлкен екі мемлекет Қазақстан мен Өзбекстан дос болса, қалғанда да бізге еліктеп еретін болады. Күннің екінші жартысында республикалық шара қатысушылары қаланың көрікті жерлерін тамашалап, Өзбекстан ұлттық академиялық драма театрындағы концерттік бағдарламаға қатысты. Онда өзбек, қазақ, қарақалпақ халықтарының өнерпаздары ақынның мерейтойына арналған ән шашумен келген қонақтарды тәнті етті. Bu bayram mana ancha yillardan beri bir an'anaga aylangan. Abayning 180 yilligini nishonlayapmiz. Bu faqat O'zbekistondagina emas, butun Turkiy davlatlarda turkiy xalqlar buni katta bayram nishonlayapti. Bu bayram yildan yilga uning nufuzi ortib bormoqda. Mana bu 180 yilligiga ham juda katta tayyorgarlik ko'rilgan. Agar biz o'tgan yilgi mana shunday yubiley tantanalar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, Abayga nisbatan munosabat yana ham kengaygan. Mana Abayning asarlari, she'rlari, nasihat so'zlari o'zbek tiliga tarjima qilingan, kitob holda nashr etilgan. Abayning hayoti va faoliyati bilan bog'liq asarlar o'zbek tilida chop etilyapti, qozoq tilida ag'darilyapti. O'zbek olimlari ichida ham Abay ijodi bo'yicha juda ko'p ilmiy tadqiqot ishlari yuritilyapti. Yildan yilga Abayga bo'lgan hurmat, Abayning ijodiga bo'lgan qiziqish, intilish yuksak bo'lib boryapti. Biz bundan nihoyatda mamnunmiz.
Шарада жақын шетелдерден де қонақтар болды. Олар өзбек жерінде қазақ халқының ұлы ақынына жасалып жатқан құрметті көріп, өз ризашылығын білдірді. Өзбек халқының ұлы Абайға деген құрметі төтенше керемет. Мен таңертеңнен бері қарай сондай керемет бір құрметтің бүкіл Орта Азия халықтарының ортасындағы беделінің қаншылықта, о кісінің аңысының қанша күшті екендігін терең сезіндім. Бұл қазақ, өзбек деген төбір түркінің баласы, ешқандай айырмашылығы жоқ. Өзбек халқының мына құрылыс мәдениеті, сәулет мәдениеті, әдебиет көркемөнер жағындағы мәдениеті дерліктей дамыған, қала құрылысы өте әсем, ретті. Менің бір күн кешке дейінгі мынау саяхат сапар барысынан алған әсерім осындай. Қазақ, өзбек халықтары өзара туыс әрі дос халық. Бұл елде ұлттар достығының жақсы берекесі сақталған. Соның куәсі біздің ата-бабаларымыздың зираты бір жерде, тірлерінің қонысы бір жерде өзара тату тәтті, ынтымақ жарасқан, достығы сондай тереңге бойлаған халықтар деп білемін. Ағайын көзді ашып жұмғанша қоштасар сәтте таяп қалды. Сөз соңында қазақ даласының ғана емес, түркі халықтарының, әсіресе батыс пен шығыс елдерінің арасында қадір тауып жатқан Абай Құнанбаевтың мұрасы бұдан да байи берсін деген жақсы ниетпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын.